Баршаға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Айгерім. Бүгін сіздерге бір жасағаннан әдемі болып шығатын өте дәмді сметаниктің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Оған керекті құрамын осы видеоның описаниесіне міндетті түрде жазып қоямын, сол жерден көрсеңіз болады. Егер де видеоны менің арнама тіркелмей көріп жатсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары мен ұнды жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы рецепт бойынша песочный қамыры өте әдемі шығады. Кез келген осындай сметаниктерге, болмаса творожныйларға қолдана берсеңіздер болады. Араластырып алған соң енді қантты саламыз. Жұмыртқа саламыз. 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Енді осыларды жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Біріктіріп алған соң 20 минутқа қойып қоямыз қамырын. Енді бетіндегі салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант және қаймақ қажет болады. Дәл осы видеодағыдай қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Енді өзімізге қажетті қаймақты саламыз. Бұны да жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырды осындай формаға жайғастырып шығамыз. Дәл осы видеодағыдай қылып жайғастырасыздар. Ең алдымен астыңғы жағын осылай біріктіріп аламыз. Кейіннен шет жағын жабыстырып шығамыз. Шеттерін осылай шанышқымен басып шығамыз. Қамырын салып жайғастырып алған соң жаңағы салмамызды саламыз. Енді мен 180 градуста пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өте жай піседі бұл. 30-40 минутта пісуі мүмкін. Пештен шығарып алған кезде бірден алуға асықпаңыз. Суытып, дәл осылай шетін ажыратып аламыз. Кейіннен алсаңыз болады. Кейін бұны 2-3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Әйтпесем бұл арасы жұмсақ болып тұруы мүмкін. Дәл осы рецепт бойынша сізде жасап көріңіз. Сізге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен Айгерім. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз.